болса, Байзақ ауданы Бұрыл орта мектебі. Менің бизнес жоспарымның тақырыбы шағын киім ательесі. Есімім Оңғарбек Айжан Жансерікқызы. Сыныбым 10-шы А сыныбы. Жетекшім Туленова Айгүл Налибековна. Жоспары, мақсаты, міндеттері, ательенің сипаттамасы, өзектілігі, жоба стратегиясы, маркетинг, өндіріс, қаржылық жоспары, қауіп-қатерді бағалауы. Жобаның мақсаты: тапсырыс бойынша киім тігу, киім жөндеу, өлшемдегі стандарт емес адамдарға арнап тапсырысқа киім үлгілерін тігу, аз шығын жұмсай отырып көп пайда түсіру. Жобаның міндеттері: сапалы өнім арқылы және сыртқы пішінінің әдемілігімен тұтынушыларды тарту. Ателье арасында бәсекелестіктің аз болуы, тұтынушының сұранысқа сай киім тігу, жаңа технологиялық жаңалықтарды қолдану. Жобаның сипаттамасы: қазіргі таңда жастар шағын бизнес ашу туралы көп ойламауда. Себебі шағын бизнес ашу арқылы олар өз табыстарын тауып, бизнесмен атанғылары келеді. Қазірде елімізде бұл шараны қолдайтын біраз компаниялар жұмыс атқарады. Осыған байланысты біз де өзіміздің шағын бизнесімізді ашқымыз келеді. Біз білетіндей, нарықта мыңдаған бизнестің түрі бар, ал біздің бизнес жоспарымыз ол ателье ашу. Өзектілігі: тұтынушыларға қолжетімді бағада қызмет көрсету, шағын кәсіпкерлікті дамыту. Жоба стратегиясы: іске асыру мерзімі 5 жыл уақытқа құрылған. Өндіріс жоспары: ательенің бизнестің артықшылығы қандай? Бұл оған үлкен жерлер қажет емес. Ең бастысы 3 компонент бөлмеге сәтті орналастырылған. Біріншісі жұмыс орнындағы тігінші, екіншісі тақырып аймағы, үшіншісі тапсырыстарды қабылдау кестесі және сауда орны. Қаржылық жоспары: 20-30 операциялық функционалдағы бар тігін машинасы 2 дана 200 мың теңге, оверлок 180 мың теңге. Киім кесуге арналған үстел 50 мың теңгені құрайды. Үтік тақтасы 15 мың теңге, үтіктер 2 дана 110 мың теңге. Басқа да құрал жабдықтар, яғни қайшылар, жіп, оймақ, инелер жинағы, өрнектер және де тағы да басқа. Оларға 100 мың теңге керек. Жеке кәсіпкерлікті тіркеуге 5 мың теңге, жарнама 10 мың теңгені құрайды. Ательені ашуға бастапқы шығыс 525 мың теңге. Күніне келетін адам саны 15 адам. Айдағы жұмыс күні 26. Күнделікті табыс көзі 20 мың теңге. Айына табыс көзі 520 мың теңге. Жалға алу 50 мың теңге. Шығын материалдары 30 мың теңге. Тігін маманы 2 адам айына 160 мың теңгені құрайды. Пішуші маманы 1 адам айына 50 мың теңге. Коммуналдық қызмет айына 10 мың теңге. Еден тазалаушы 1 адам айына 39 мың теңге. Айлық шығын 339 мың теңге. Таза табыс 181 мың теңге. Қауіп-қатер: маталарға, фурнитуралар мен арендаға деген бағаға өсім. Маусымдық кәсіпкерлік. Назарларыңызға рахмет.